Бетпақдала неге бұлай аталған? 3 ғасырға созылған қазақ қалмақ шапқыншылығы кезінде жоңғар әскерлері бас қосып, қазақ жерін жаулап алуға жорыққа шығыпты. Сахараға ішкерлеп енген жауды қазақ ауылдары іздерінен адастырып кетіпті. Бірте-бірте қажыған жоңғар жасақтары ас су таба алмай қиналыпты. Өздерінше мәслихат құрған олар әскердің жартысын алға аттандырып, қалғандары қос тігіп, кең өлкеге жайғасыпты. Арада айдан астам уақыт өткенде 10 мыңдық сол қосыннан 2 адам қайтып оралады. Қалмақтың батыры, қазақ жасақтарына кезігіп, осындай күйге душар болдыңдар ма? Деген екен. Сонда жаңағы екеуі: біз ешқандай жасақ кездестіргеніміз жоқ, бірақ шегі жоқ, ұшы қиырсыз бір ен далаға тап болдық. Жүре-жүре ішер суымыз, жейтін азық түлігіміз таусылды. Сөйтіп, аштық пен шөлден бүкіл әскер мерт болды. Екеуміз ғана зорға жеттік. Жайсыз хабарды естіген қалмақ батыры бір мергенге 500 салт аттыны қосып беріп, жаңағы 2 адамды алдарына салып, жорықта мерт болғандарды көріп келіңдер деп жібереді. Олар ен даланы тапқанымен, өлген адамдардың біреуінің де денесін кездестіре алмайды. Сөйтіп, қырылған әскердің үстін құм басып тастаған екен. Құрғол қайтып келген жасақ қалмақтың батырына: өзі бір шексіз құмдала, ештеңе өспейтін қу тақыр екен, сырын ішіне бүгіп, сазарған бетпақ екен, қырылған әскерді көре алмадық дейді. Содан бері орталық Қазақстандағы осы қу медиен, құла түз Бетпақдала деп аталған. Бұл сахара орта ғасырларда Дешті қыпшақ аталыпты. Мұнда тұрған керемет құпия да жоқ. Осы бір елсіз далада көшіп жүрген әрбір қазақ ауылында жадап жүдегенде жан сақтайтын саялы сулы жазиралардың нақты қай жерде екенін білетін ізші адам болған. Сондықтан ауылдар Дешті қыпшақтағы өздеріне ғана мәлім жолдармен жүріп отырып, жаудан құтылып кеткен. Жерұйық әдістемелік кітапшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.